ойбай, біздің елде коррупция, тұнып тұрған жемқорлық, қазақ нағып жатсың, көтер басты, шық митингке деп әрдайым айқайлайтын анау шетелде жатып алып, халықты арандата беретін кухонный оппозиционерлеріміз бар емес па біздің? Вот бүгін солар жайлы айтқым келіп отыр да. Достар, олар шетелде құрдан құр жатқан жоқ. Сіздер ойлап жүрсіздер ғой, ойбай, жаныңыз ашып, жеуге асы жоқ қой, ішерге су жоқ қой деп. Жоқ, олар кәдімгі шетелдік фондтардан ақша алып отыр. Ол ақиқат. Оның бірі USAID болатын, иә? USAID-тің грантын кәдімгі біздің кухонный оппозиционерлер жеңіп алған болатын. Енді сіздерге толығырақ USAID туралы айтып берейін, ағайын, қараңыздар. 2010 жылы еді, 2011 жылы ма, қателеспесем, Гаити деген жерде кәдімгі үлкен жер сілкінісі болды, иә? Соған USAID 2 миллиард доллар ақша бөлді да, бірақ соның тек 50 миллионы ғана жетті Гаитиға. Енді ағайын ойланыңыздар, қалған ақшасының барлығын сол USAID-тің адамдары мен сол USAID-ке жұмыс істеп жүрген адамдарымыз жеді. Және Қазақстанға дезинформация жіберу үшін олар, яғни Қазақстанды шатат ету үшін бұлай, иә? Ішінен ірткі салу үшін 4 миллион доллар бөлінген ғой. Кухонный оппозиционерлер, сол ақша қайда? Халықты ойлайтын болсаңдар, халыққа бөліп бермедіңдер ма сол ақшаны?